Қандыағашта Иә. 32 көше бар. Соның қаншасы асфальтталған? Асфальтталған, бұлай жай асфальтталғаны бар, негізі 11-і толық асфальтталды, мына орталық көшелер, автобус жүретін көшелер. 11 жылда 11 көше асфальтталды. Жылына бір көше дедім. 30 көше дедіңіз ба? Иә. Сонда 30 жыл керек болсын ба? Енді Қанша көше жарықталған? жарықталған 24 көше. Қалғандарында жарық жоқ па не? Жарық жоқ жерлер бар. Неге Қайындыда кейбірде жарық болмай қалады? Қайындыда? Иә. Қайындыда жарық болмай қалатыны бір жекеменшік жем жылу энергия деген мекеме кезінде жекеге алған. Солармен күнде таңертеңгісін мен орынбасарым өзіміз айтысып, ылғи сосын меншікке бермей тұр, ылғи саудаласу арамызда сондай қиындықтар бар. Бірақ енді бір штатын бір адамды қойып бекітіп, сол дер кезінде көмектерін берді. Қазіргі заманда жарық болмау деген адам түсінбейді ғой. Енді ол енді жекеменшікке кезінде сол 35 шақырымды алса, оны жөндемесе, жұмыс істетпесе, одан енді алып қою керек қой. Несі болды ғой. Сол үшін ана жердегі тұрған 800-ге жуық халық жарықсыз отырмау керек қой. Анау айтады жаңағы энергосистема ма қандай? Энергосистема. Жем жылу энергия ма қайсысы? Энергосистема. Энергосистема айтады, егер сол 35 шақырымды біздің балансқа берсе, біз оны қараймыз, жөндейміз, халықты әрдайым жарықпенен қамтамасыз етеміз. Соны неге ұйымдастыру қолдарыңыздан келмей ме? Бердібек Машкеұлы. Кім орынбасар? ЖКХ жауап береді. Нет, ЖКХ кто отвечает? Так. Орынбасар қылмаған. Жем қалады, ана. Бердібек ол бойынша қазір комиссия жүргізіп жатыр. Сол нәтижесінде ол жігіттің басшыларымен сөйлестік. Комиссия қашан құрылды? Комиссия 3 күн болды құрылған. Неге 3 күн болды? Өткен жетті. Неге өткен жетті? Неге былтыр құрылмайды? Алдыңғы жылы құрылмайды? Олар оценкасын жасап болған жоқ. Не, оценка жасау үшін қанша уақыт керек? 10 жыл керек қой не? Сенің үйіңде свет бар ма? Свет бар. Үйіңде бар свет. Әрине саған жақсы. Ана жақта свет жоқ. Отыр. Қыстың күні свет жылдырып қойса, қазір үйіңде свет жүрсе қалай болады екен? Вообще, вот энергосистема, вам одно поручение. Вот с сегодняшнего дня отключите свет у акима района, у вот этого заместителя акима. Пока они не сделают передачу вам вот этой бесхозной 35 километров электролинии. Можно это сделать? Вот сделайте. Вот я вам поручаю. Кто здесь